Көрдіңіздер ме? Машина көп кіреді бұяқашы. Машина көп кіреді. Мүмкін ар жағында есік бар ма деп ойлап отырмын да, мен аяғандаш. Олар неғып маған балаларын көрсетпей жатыр, мысалы мамасы жоқ. Енді қазір неғаға шыққаннан кейін өтіріктен бір жақтамын, мен документпенмін, ана жақтамын деп. Көрдіңіздер ма? Яқта есік бар шығар, мүмкін былай қарай черный ход. Черный ход бар ма екен? Әні, көрдіңіздер ма? Яқта черный ход бар екен. Черный ход. Не черный ход. Көрдіңіздер ме? Мына машина тақай береді. Ана қада адамдар кіріп шығады. Белгісіз. Мына адамдар кіріп шықпайды екен. Бұлар неге маған балаларын көрсетпейді деймін де, неге? Мен қалай ана медосмотр туралы әңгіме қозғадым. Бітті ғой, октябрь айында ерте айтып қойдым негізі ше. Қосшыдағы көршіден оқиғаны естідім ғой, сен қамалып отқанда страшный оқиғалар болды. Бала шағаң осы жерде жатты. Ана квартираны көрсеңіздер, есік біреулер талқандап кірген, короче. Мен бірінші ой, менде мас болып отқан кезде мастарға үлкен баламды ма, қайсы біреусін зорлап қойды ма деп ойладым ғой мен ше. Кейіннен әр түрлі балаларды көрсете бастады бұл егіздерді. Мен ақымақ санапшы, мен егіздерім қап-қара болатын. 2,5 айлығына дейін қолымда болды ғой. Сосын менде де андай ой болды. Мен өйткені ана көрші айтты ғой маған. Мен көрсете айтамайын деді. Мен айтсам, сен жүрегің көтере алмайды ол сөзді деді. Вот, ол неге ол көрші ондай әңгіме айтады? Неге бұлар маған балаларымды көрсетпейді? Неге бұлар сонша тығып жүреді мен балаларымды? Менен медосмотрды туралы әңгіме айтқан кезде. Он кеше анау көрерміз бағдарламасында сонша әңгіме айтты маған. Мысалға шын. Ассалаумалейкум. Қаяқтан жүрсің? Ана балаларымды көрейін деп қойгам ғой. Көрсетпей жатыр ғой, тығып жоқ деп. Сумкаға салып бір жағына қарай алып кетті ма шешеңіз сендіріп. Бір жерге кіруге болмайды. Мен